Уважаемые первокурсники, наши любимые перваши, вам главное, совет не теряться и не пропускать пары в первом семестре, во втором семестре, потому что далее вам будет сложно сдать сессию, так как вы половину материала будете не знать. А так просто расслабьтесь, ходите, тут никто никого не съест. Бірінші курстарға ақылым, ең басында келген кезде қорықпау керек. Барлығымыз содан өттік, қорықтық. Не болады, қалай болады, біздің группаластар кім болады, не істейміз деген сияқты. Барлығы бастапқыда болады, ол ары қарай үйренісіп кеткеннен кейін барлығы жеңіл түрде өтеді. Оған уайымдаудың ешқандай қажеті жоқ, тек қана өзің таңдаған мамандыққа белсене қатысып оқу керек. Будьте всегда активными. Потом ничего не бойтесь, не переживайте. Сессия — это не страшно. Это Всё вообще можно фигня. пережить. Да. Оставайтесь человечными по отношению к преподавателям и к студентам. Мы все люди. Да. Жалпы ең бірінші интроверт болмау, конечно же, басқа адамдармен араласу, жақсы қарым-қатынас ұстау. Өйткені көптеген проблема болады, жаңағы адамдар басқалармен араласпағандықтан олардың жаңағы студенттік өмірі қызықсыз өтеді деп айта аламын. Содан кейін екінші советім ол жұмыс істеу әрине. Өйткені жұмыс істемей тек қана стипендия қарап отырса, ол көп нәрсеге жете қоймайды, сондықтан көп жұмыс істеу керек. Үшіншіден, сабақты қалдырмау керек, өйткені летний қақал болды, тоже проблема. Один из основных советов для наших первокурсников, чтобы благополучно сдать экзамены, в принципе, все рубежные контроли, это готовиться на протяжении всего семестра и всего рубежного контроля. То есть не откладывать все на последнюю ночь, на последний день, а периодически хотя бы повторять тот материал, который мы прошли. И самое главное, это, конечно, не переживать, обращаться к старшим курсам за помощью и знать, что преподаватели всегда идут навстречу, и все будет замечательно. Бірінші курстарға ең алдымен оқу керек. Сессияның алдына осы семестр бойы оқыса, әрбір студент, бірінші курстың студенті, ол сессияда қорықпай, өзіне сенімді тапсырады. Өйткені ол сұрақтардың жауаптарын біліп тұрады. Уже оқи, и басында уже тұрады, мен бұл сұрақты өттім ғой деп, и қорықпай жауап бере алады. Не пропускать пары, слушать учителей, преподавателей, находить с ними общий язык, не наглеть. Вот. Сәттілік тілеймін, және де ең алдымен бірінші курста қобалжу болады. Қобалжудан керегі жоқ, барлығы жақсы өтеді. Ең бастысы сенімді кіру керек. Чтобы первокурсники вступали в какие-то клубы, потому что, я не знаю, мне кажется, жизнь без клубов очень скучная, какая-то однообразная. Вот. Мне кажется, я хочу, чтобы... То есть советую вступать в какие-то клубы по интересам, типа дебаты, танцевальный клуб. То есть у нас очень много всего в университете, поэтому... Бірінші курс студенттеріме айтатын ақылым, ол ешнеден қорықпаңдар, себебі сендер қорықсаңдар, одан да қиындықтар қашып кетпейді, олар үнемі болады, сондықтан өзіңізге ғана сеніңіздер, және өмірде бәрі болады, бірақ өзіңізге сенсеңіз, бәрі жақсы болады. Ол сәттілік. Главное наладить хороший контакт с преподавателем. А насчет занятий и пропусков, в принципе, можно не париться. Как хорошо сдать сессию? Как хорошо сдать сессию? Как обычно, списать. Активист болыңдар, қатысып жүріне барлық жерге, сосын сабақ қызықты және де оңай болады. В первую очередь, не волноваться, ведь новая жизнь только начинается. Желательно чувствовать себя более комфортно, открытым ко всем новым знакомцам, не скукоживать себя, не закрываться в себе, ведь студенческая жизнь – одна из самых ярких и активных моментов в жизни, так что удачи вам!